Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын восточный пирог пісіретін боламыз. Алдымен сметанамызға 1 шай қасық ас судасын қосып, араластырып қойып қоямыз. Қамырымызды жасау үшін ұнымызды алып, оған 1 шай қасық тұз қосып, және де салқын сары майды қосамыз. Еріп тұрған болмау керек. Ұн мен сары майды жақсылап араластырып, үгітетін боламыз, яғни крошка жасаймыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді оған бағанағы сметанамызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Енді оны 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасына көшетін боламыз. Ол үшін бізге изюм, жаңғақ және де курага қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгендей майдалап турап аламыз. Барлығын турап болдық. Енді осыған 1 жұмыртқа және де мен 2 ас қасық қант қостым. Тәттілігін өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Енді қамырын жаятын боламыз. Алдымен осы тестамызды 2-ге бөліп аламыз. Жартысы оның бетін әсемдеу үшін. Мен қамырды бірден пергамент қағазына жаятын боламын, себебі солай өте ыңғайлы. Қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқа қылып жайып алдық. Енді мен оны бірден противенға салып алатын боламын. Және де ішіне начинкасын саламыз. Енді пирогымыздың бетін әсемдейміз. Бағанағы қамырымыздың жартысын жұқа етіп жайып аламыз. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, ұзын полоска қылып кесіп алатын боламыз. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, пирогтың бетіне кезектестіріп қойып шығатын боламыз.
Енді пирогымыздың бетіне бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығамыз. Осы пирогты 180 градуста 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.